көркемдік жағы басымдау. Тарихи жағынан көрі көркемдік жағы басымдау. Ол жерде жаңағы таза тарихқа, таза жылдар, жаңағы губерниялар, жаңағы ояздар, басқа сол кездегі жаңағы болыстар, ондай аты жөндері көп кездесе бермейді. Көркемдік жағына көбірек назар аударып жазады екен. Енді мен бұның барлығын неге айтып отырмын сіздерге? Қыз қасқыр әңгімесіне келе жатырмыз біз. Қыз қасқыр әңгімесі де жаңағы Шерағаның ашаршылық кезеңі, Голощекин саясатының бір көрінісі. Қыз қасқыр әңгімесінде де сол 32 жылдардағы ашаршылық мәселесі айтылады. Енді қыз қасқыр әңгімесі біздің архивтен табылды. Ол әлі еш жерде жарияланған жоқ. Біз енді осы Алла бұйыртса 90 жылдыққа кеше айтып жатырмын ғой сіздерге. 15 томға жеткіземіз қазақтың Шерағасын, сол жерге кіргізіп жатырмыз біз. Қалың көпшілікке жетеді, оқырманға жетеді, Алла бұйыртып жатса. Енді мен сіздерге бүгін сол әңгіме туралы қысқаша шолу ретінде айтып өтейін. Не туралы, кім туралы? Автор Шерхан Мұртаза. Негізгі көтерілген мәселе сол 32 жылдардағы ашаршылық кезеңіндегі жалғыз сол кейіпкердің басынан өткен дүние емес, сол кездегі бүткіл сол сияқты кейіпкерлердің басынан өткен дүниелер суреттеледі. Шағын ғана әңгіме. Енді қарайық, прототип деген мәселе бар әдебиетте. Прототип дегеніміз не?